Расулулла алейхиссалату вассалам қайтыс болғаннан кейін, немесе сол кезде, одан кейінгі уақытта мектептер қалыптасты, білім ордалары, білім орталықтары қалыптасты. Ол қандай білім орталықтары? Ол Мекке, ол Мәдина, ол Басра, Куфа, Шам және Мысыр. Меккеде кімнің, о жердің муфтиі, о жердің ғалымы, о жердің ұстазы кім болды? Меккенің. Расулулла алейхиссалату вассалам сол қайтыс болғаннан кейінгі дәуірден басталады. Кім болды о жердің имамы? Абдуллах ибн Аббас болды. Мәдинанікі Абдуллах ибн Омар болды. Куфанікі Абдуллах ибн Мас'уд болды. Басранікі Абу Муса аль-Аш'ари болды. Шамға Муазды жіберді. Мысырға Абдулла ибн Амр ибн ал-Асты жіберді. Абдулла ибн Омар емес, Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас. Міне сонда сол Мекке болсын, Мәдина болсын, Басра болсын, Куфа болсын, Шам болсын, Мысыр болсын, олар сол имамның, яғни Абдулла ибн Аббас бекітілсе, соған қарап жүрді. Міне мазхаб. Біз осылай жеткізуіміз керек. Мұсылмандар қашан әлсіреді? Неге қазір бүкіл исламда, бүкіл әлемде мұсылмандар зардап шегіп отыр? Себебі мазхабтан бас тартқан кезде ақ фитна түсті. Ол фитна мазхабтың бидғат екендігін айтып отыр. Іштен шығарды фитнаны, іштен іріткі салып, ыдыратты мұсылмандарды. Соған өкінішке орай біздің еліміздің жастары да соған барып қалды. Ал енді соны түзейтін кім? Соны түзейтін мына сіздер. Сіз, қазір біз егер ықылас, ниетпен, сабырлықпен, кішіпейілділікпен және өзіміз амал етіп оны үйретумен кіріспесек, біз қиямет күні сұраламыз. Онда мына жердегі ұстаздардың медресенің хаққысын берген болып есептелмейсіздер. Ал ол үшін тынбай оқу керек. Шейх Рамадан Аль-Бутидің кітаптарын, ұстаздардың беріп жатқан кітаптарын білу керек. Қазіргі таңда жаңа болып жатқан жаңа дәлелдерді, ұстаздарды оны жүйелі түрде сіздер, егер сіздерден талап болса, сіздерден ықылас болса, ұстаздар бұның барлығын бірте-бірте жеткізеді сіздерге. Ал егер ілініп, салынып, оқып жатырмын болып жатса, онда ертең кім жасайды дінге қызметті? Кім ертең имандылықтан жұрдай болып, тозақ отына кетіп бара жатқан адамдардың қолынан кім ұстайды?